Так, Алабұға дейін осы балықты алып келдік. 19 штук түскен. Орны енді әрің бар ғой, бірақ пышақ, мындай қайшы, немесе тағы да бір нәрсе керек болады ғой. Соған салып отырамыз. Мужик отходтар саламыз. Көшеге ашайтын бол. Бізбен бірге болыңыздар. Так, достар, қош келдіңдер ютубқа. Тиктоктан келсеңіздер, тиктоктан келдім деп жазып кетіңіздер. Осайна Алабұғаны тірі алабұға кәдімгі арқасын ұшымен жайғаны терісін сыпырамыз, терісін кесеміз просто. Етін біз терісін кесу керек бұл жерде. Қатты ой жүрмеу керек та арқа етін. Бүйтіп ұшын ғана тек. Соны терісін кесіп аламыз. Алабұғаны бір жаман жері нелері қатты қол кесіп кетуі мүмкін. Бірақ дәмі тәтті. Арқасын кесіп алу керек, екі жағын. Содан кейін бүйтіп жайған тырақты тартсаңызда теріс сыпырады қауының бірге. Осы жерден қойдың теріс сыпырған сияқты ғой. Сыпырамыз. Кейбірі қатты болады, кейбірі жұмсақ болады. Сонан түп жағына келген кезде пышақпен мына жерден алып жүрсеңіздер, кішкене жақсы болады. Тоже екінші жағын кесіп аламыз, осылай сыпырамыз. Бір жақсысы жан жақ бүлдіріп шашатпайсыз, үйдің ішінде істей беруге болады. Тақтайға қойып жүріп. Түбі жағы бауыр жағын шамайсыз пышақтың бүйтіп тақат-тақат алып жүрсіңіздер. Көріп тұр ма? Мұның жақтарын тоже. Сосын желкесін осылай кесіп аламыз. Ең жері қатты сәл қалып қойса, пышақты тартып жүремін. Қауын ашып өтпес, бірден теріс бұру қойшы. Ең ұстаймызда қолын тұрып. Алақаннан мынау кіріп кетпес, мынау кірсе жаман. Сәл бейт алақанын ұстап, алақын тартқанға бересіз. Сыпырылды. Екіресі мынау. Осылай қалады. Мына жерде сәл ет қалады, бірақ жұқа ет. Амал жоқ, алу қиын дейді. Сосын лақтырасыз болды. Так, экран аламыз. Соңғысы мына қайшының түрі бар ғой, неше түрінің тамақ қиятында қайшылар бар. Біздің шаруашылық жүргесін аласан. Осыны қатты жеуге келмейді. Оны алып түсеміз, еттің арқасын етіп қалады. Болды, мощный. Духовкаға салсаңызды жаренеде осайды тесіп жүрсең, кесіп жүріп айтып жүріп, тұздап жүріп, мощный кетеді. Ал рахмет. Қазір қалай жеп жатқанымды көрсететін болам. Давай. Ал жеген көрейік, тәтті ме екен, жеуге бола ма екен? Бисмилlah. Керемет екен. Тәтті, малды. Ал енді балық бітті. Енді икрасын жеге. Оу. Бұл соқты ғой.